Сәлеметсіңдер ме балалар? 4 сынып әдебиеттік оқу 32 сабақ таңғажайып ертегілер. 1 жаттығу суреттегі кейіпкерлерге қарап ертегінің атауын анықтаңдар. Балалар, суретке мұқият қараймыз. 1 суретте ешкі, 2 суретте алтын балта, 3 суреттегі ақбас торғай болып табылады. Ойлан, 3 сыныпта оқыған ақбас торғай ертегісінің ерекшелігі неде? Таңғажайып кейіпкері бар ертегілерді ата дейді. Ақбас торғай ертегісіндегі басты кейіпкер ақбас торғай болды. Ақбас торғай өзі жалқау, артық жұмыс істегісі келмеді және соңында осы жалқаулығы үшін қатты өкінген болатын. Келесі түсініп оқы. Алтын сақа ықшамдап алынды. Өткен заманда бір бай болыпты. Бір күні бай жылқысын суарғалы көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың жылқылары өкпеден үркіп, суға жуымайды. Сол кезде бай өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, жалмауыз кемпір болып судан атып шығады. Шығады да байдың жағасынан ала түседі. Бай жалмауыз кемпірге: «Ат басындай алтын берейін, қоя бер» дейді. Жалмауыз кемпір: «Жалғыз балаңды бер, жіберейін» дейді. Бай баласын бермек болады. Кемпір оны қоя береді. Кемпір: «Балаңды қай жерде бересің?» дейді. Сонда бай: «Ертең көшемін, баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетемін. Сен сол сақаның жанында отырарсың» дейді. Сонымен бай кетіп қалады. Ертеңінде ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнамақ болған бала сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: «Кеше жұртта қалыпты, алып қайта қой» дейді. «Әке, қандай тайға мініп барайын?» деп сұрайды. «Жылқышыдан сұрап мін» дейді бай. Жылқышы балаға: «Құрығыңды құлдыратып, жүрегіңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса соны мін» дейді. Бала жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай оған қарайды. Бала тайды жүрген дегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда 5 ат болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Келсе, сақаның жанында бір кемпір отыр. Бала кемпірге: «Шеше, анау жатқан сақамды алып беріңізші» дейді. «Шырағым, өзің ал, кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын» дейді кемпір. «Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын» дейді бала. Сонда баланың аты сақаның жанына жата қалады. Бала сақаны іліп алады. Ат тұра қашады. Кемпір қуады. Бала қашып келеді. Қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып атып жібергенде аттың бір аяғын жұлып түсіреді. Ат 3 аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда аттың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Ат 2 аяғымен шауып бара жатып, бір бәйтерекке кез болады. Бала аттан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Осы кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: «Шеше, мен қаза тұрайын, ұйықтап демал» дейді. Кемпір жатады. Түлкі тісті суға лақтырады да қазған шұңқырды бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір оянса тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Ол тағы бір тісін суырып алып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: «Шаршаған боларсың, мен қазайын» дейді. «Сен тағы да кетпенімді алып қашып кетерсің» дейді. «Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Бұл балада менің кегім бар» дейді. Кемпір түлкіге сеніп ұйқыға кетеді. Жалмауыз кемпір оянса түлкі жоқ. Кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты.
Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлауға жақындатады. Ертегінің мазмұнын әрі қарай болжа. Балаға көмектесу үшін қандай қиял-ғажайып оқиға айтар едің дейді. Балалар балаға көмектесу үшін қандай ой ойлар едіңдер? Ойланып көрсеңдер, ертегіні ары қарай жалғастырып оқиық. Баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаларға: «Ау қарғалар, қарғалар, жайлаудағы 5 төбетімет хабарымды айта бар. Мені жалмауыздан арашалап алсын» дейді. Қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір қарлығаш әрлі-берлі ұшып жүреді. Бала бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстаудағы ұя салған қарлығаштардың балапандарына тимей, бұлардың жақсылап өсіріп, ұшырып жіберетін. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Қарлығаш баланың төбеттеріне айтып барады. Мұны естіген төбеттер шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те құлайды. Төбеттер кемпірді талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне жетеді. Баланың әке-шешесі қуанып, ел жұртына той жасайды. Осылайша ертегіміз аяқталды балалар. Ертегіні түсіндік пе балалар? Өз болжауыңды ертегі мазмұнымен салыстыр дейді. Баланың әкесінің іс-әрекеті туралы не айтар едің? Менің ойымша, әкесінің іс-әрекеті баланың батыр, мықты болып өсуіне ықпалын тигізген. Келесі, балаға қандай мінездеме беруге болады? Бала ақылды, ұқыпты және өте өжет бала екен. Епті бала екен. Келесі, мына ережені есте сақтайық. Фантастика грек сөзі қиялдау өнері. Фантастикалық шығармада шындыққа жанаспайтын құбылыстар бейнеленеді. Оның кейіпкерлері қиындықтан аман-есен құтылып шыға алады. Қиял-ғажайып ертегілердің оқиғасы фантазияға құрылады. Келесі, 7. Ертегінің үзіндісін тыңда, сұраққа жауап бер дейді. Келесі, ойлан, қатені тап. 8. тапсырма. Шырағым, өзің ал, кәріліктен отырсам, отыра алмаймын, тұрсам, тұра алмаймын дейді. Осының дұрыс жауабын айтуымыз керек. Мұндағы қателік отырсам, тұра алмаймын, тұрсам, отыра алмаймын деп айтылу керек. Қорытындыла. Ертегідегі негізгі ой жақсылықтың жеңуі. Қандай кейіпкерлер жақсылық үшін күресті? Жақсылық үшін күрескен кейіпкерлер түлкі, қарлығаш және төбеттер жақсылық үшін күрескен кейіпкерлер. Үлкендердің көмегімен тайды жүгендегенде, тоқым салғанда, ер салғанда, айылын тартқанда сөздеріне анықтама жаз. Жылқы малының атауларын жасына қарай теріп жаз. Мысалы, құлын. Біз атты әртүрлі мақсатта пайдаланамыз. Соның негізінде тайға жүген салып, тоқым салып, ер салып, айылын тартамыз. Жылқы малының атауларын жасына қарай теріп жазамыз. Мысалы, құлын. Құлын 1 жасқа дейінгі жабағысы көтерілмегені. Жабағы 1 жасқа толмаған құлын жүні түспегені. Тай жылқының 2 жастағысы. Құнан жылқының 3 жастағысы. Дөнен жылқының 4 жастағысы. Бесті жылқының 5 жастағысы. Сабақ осымен аяқталды балалар. Сабақ түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.